Билл Гейтстің табыс тарихы американдық арманның жүзеге асуы сияқты. Қыңырлық, шығармашылық және тұрақты бәсекелестік рухы – бұл компьютерлік данышпанның өмірлік жетістігінің құрамдас бөлігі. Бұл ол туралы кез келген адам деп айтуға болмайды. Өмір бойы бай және беделді бола алды. Оның бойында туғаннан пайда болатын артықшылыққа деген ішкі ұмтылыс бар. Бұл психологиялық түрдің толық тұлғасы Билл Гейтс болып табылады. Бәлкім, жердің әрбір тұрғынына белгілі. Бұл компьютерлік технология индустриясының танымал әкесі, ол өзінің барлық әл-ауқатын өз шешіміне байланысты. Гейтсті негізгі бұқаралық ақпарат құралдары тамаша кеш ұйымдастыра алатын, сонымен бірге бизнесте қатыгез және күрескер адам ретінде сипаттады. Гейтстің достары мен әріптестері оны Билл Гейтстің табыс тарихын естіген сайын нағыз американдық арманның не екенін түсінеді. Билл Гейтс бүгінде кім болу үшін көп жұмыс істеді. Осылайша ол компанияның гүлденуіне қол жеткізіп, біздің заманымыздың ең бай адамдарының бірі деген атаққа ие болды. 2011 жылы Гейтс әйгілі Forbes рейтингінде екінші орынға ие болды. 50 жылдан астам уақыт бұрын, 1955 жылы 28 қазанда Билл Гейтстің тарихы Вашингтон штатында орналасқан Сиэтл қаласында басталды. Бала корпоративті заңгер Уильям Гейтс пен бірінші мемлекетаралық банктың директорлар кеңесінің мүшесі Мэри Максвелл Гейтстің отбасында дүниеге келген. Билл Сиэтлдегі беделді мектепте оқыды және оның ата-анасы оның әкесінің ізін басып, Гарвард заң мектебінің студенті болатынына шын жүректен сенді. Бірақ Гейтс грамматика және басқа да көптеген гуманитарлық пәндер бойынша қиындықтарға тап болды, және ол оларды қарапайым деп санады. Билл және оның достары орта мектепте оқып жүргенде, ол ең алғаш компьютермен таныс болды, және бұл оның бүкіл өмірін алдын ала анықтады. Билл досы Аленмен бірге компьютерлік әдебиетке қызығушылық танытқаны сонша, оны оқу үшін мектепті де өткізіп жіберуге болатын. Дәл сол кезде Гейтс өміріндегі алғашқы бағдарламаны жазды. Бұл машинаның әрекетін болжамай ойнауға мүмкіндік беретін тренажер болды. Бір жыл бойы сатып алынған компьютердің барлық уақытын мектеп оқушылары бір аптаға жуық уақыт ішінде пайдаланды. Бірақ сол кезде жаңа оқушы пайда болды. Мектеп оның әкесі компьютерлік орталықтың қызметкері болды. Өйткені Гейтс және оның достары тәжірибелерін жалғастыра алды. Кішкентай данышпандар машинаның барлық қыр-сырын тез зерттеп, компьютердің дизайнында көптеген осалдықтарды тапты. Осылайша олар көптеген қиындықтар тудырды. Мысалы, олар бұзылды делінеді. Машинаны сенімді қорғау, содан кейін жасанды түрде жүйенің істен шығуына келді. Гейтс бұл дағдыларды тиімді пайдалануды үйренді және компьютердің пайдаланылған уақыты туралы барлық ақпаратты жазуға мүмкіндік беретін файлдарды бірнеше рет өзгертті. Көлік иелері бұл алаяқтықтарды тез байқады, сондықтан достарына компьютерді пайдалануға тыйым салынды. Уақыт өте келе, компьютерлік компанияның бизнесі машиналар әлсіз қауіпсіздік жүйесімен жабдықталғандықтан қатты зардап шеге бастады, сондықтан үнемі ақауларға ұшырады. Содан кейін бір кездері компьютерге кіруге тыйым салғандар жас хакерлерді еске алды. Компания қызметкерлері Гейтс пен оның достарына телефон соғып, қауіпсіздік саңлауларын іздеген. Төлем Гейтс үшін баға жетпес болды. Олар компаниядан шексіз компьютер уақытын алды, сондықтан азғырудан бас тарта алмады. Ұсынады. Билл компьютерлер әлеміне басымен еніп кетті, тіпті ол үшін күндер түн сияқты болды. Өйткені достар күндіз түні өз зертханаларында ғана емес, қателерді де іздеді. Сонымен қатар, олардың қолына түскен компьютерлер туралы кез келген ақпаратты зерттеді. Осылайша, балалар өздерінің дағдыларын үнемі жетілдіріп отырды. Бұл болашақта Гейтс пен оның достары үшін өте пайдалы болды. Компьютерлік уақытты және оларда болған барлық мүмкіндіктерді жоғалтты. Олар өздерінің әлеуетін жүзеге асырудың жаңа бағыттарын іздей бастады. 1971 жылы сол кездегі белгілі Information Science компаниясы жас бағдарламашыларға жұмыс ұсынып, оларды жалақы бағдарламасына жазды. Автоматты режим жұмыс беруші бағдарламашылар компьютердің шектеусіз уақытына ғана емес, сонымен қатар әзірленген бағдарламалық қамтамасыз ету тиімді болған сайын біраз табыс алуға уәде берді. Содан кейін Гейтс сабақ кестесін құруға көмектесетін бағдарлама жазды. Бұл жерде бағдарламашы айлакерлікті қолданды және әрқашан дерлік сыныптағы ең әдемі қыздармен бір оқу тобына түседі. Билл Гейтс 10-шы сыныпқа кіргенде ол информатиканы оқудың қажеті жоқ, өйткені ол бұл пәнді оқытты. Гейтс Гарвард университетіне түсті, бірақ қарапайым студенттік ортаға түсті. Вундеркинд бала жоғалтпады.
Оның бәсекеге қабілетті рухы және әрқашан және бәрінде жеңіске деген керемет ұмтылысы. Гейтс пен оның досы Ален Мет компаниясының бар екендігі туралы білгенде, олар бірден Basic бағдарламалау тілін қолдануды ұсынды. Шамамен сол уақытта Билл Гейтс Microsoft компаниясын құру идеясын ұсынды. Ол өзінің өмір сүруінің басында біраз қиындықтарды бастан кешірді, бірақ оның қызметкерлерінің тынымсыз еңбегі бұл дағдарысты бастапқыда тез жеңуге мүмкіндік берді. Компания менеджерінің функцияларын мұндай жұмыста үлкен тәжірибесі бар Гейтстің анасы атқарды. Көптеген жылдар бойы компьютерлік өнердің үздік шеберлері Microsoft корпорациясының игілігі үшін жұмыс істей бастады. Олар инновациялық идеялармен ұштасып жатты. Компанияның өзі және оның көптеген бағдарламалық өнімдері компьютерлік технологиялар әлемін түбегейлі өзгертті. Бүгінгі таңда біз жұмысымызды Microsoft корпорациясының операциялық жүйелерінде жұмыс істейтін компьютерлерсіз елестете алмаймыз, және кез келген қызмет процесінде офистік бағдарламалық жасақтаманың қосымшалары аттас. Осы уақытқа дейін Microsoft корпорациясының негізгі идеясы монополиялық нарықты толық басып алуды білдіреді. Кейде нарықтық бәсекелестік шарттарын қабылдауға құлықсыздық компанияны сот залдарына әкеледі, бірақ бұл компания өнімдерінің танымалдылығына айтарлықтай әсер ете алмайды. 2008 жылы Гейтс Microsoft'ты тастап кетті, бірақ оның іскерлік кеңесі сұранысқа ие және танымал болды, ал бұл сәтті адам жазған кітаптар сатылымның алғашқы күндерінде сөрелерден ұшып кетті. Билл Гейтстің мектеп сабағы Билл Гейтс мектептерге жиі барады, және әрқашан өз сөйлеген сөздерінде өзінің тәжірибесімен және жаһандық проблемалар туралы көзқарасымен бөліседі. Ол сөзін аяқтаған сайын мектепте оқытылмайды деп есептейтін 11 нәрсе туралы айтады. Ол біздің заманның шындықтан алшақ, қатал әлемде өмір сүре алмайтын балалар ұрпағын қалай жаратқаны туралы айтады. Бір ереже: өмір әділетсіз, оған үйреніңіз. 2 ереже: қоғам сіздің өзін-өзі бағалауыңызға мүлдем мән бермейді. Сізден жетістіктер күтілуде. 3 ереже: сіз мектептен шыққаннан кейін жылына $60,000 таба алмайсыз. Екеуінде істеуге жеткілікті ақша таппайынша жеке жүргізуші мен вице-президент болмайсыз. 4 ереже: мұғалім сізге тым қатал деп ойласаңыз, бұл дұрыс. Бастық болғанша күте тұрыңыз. 5 ереже: гамбургерлерді қуыру сіздің абыройыңыздан төмен ме? Сіздің ата-әжелеріңіз мүлде басқаша ойлады. Олар үшін гамбургерлерді қуыру бұл өмірде өз орнын алу мүмкіндігі болды. 6 ереже: егер сізде бірдеңе болмай қалса, бұл сіздің ата-анаңыздың кінәсі емес, сондықтан жыламаңыз. Қателіктеріңізден сабақ алыңыз. 7 ереже: сіздің ата-анаңыз сіз ойлағандай жалықтырмаған шығар. Сондықтан ата-ананың ұрпағын сынамас бұрын өзіңнен баста. 8 ереже: сіздің мектебіңізде жеңілген адамды жеңілген деп ашық айту дұрыс емес шығар, бірақ өмірде емес. Кейбір мектептерде енді 2-ші курсты қайталау мүмкін емес, өйткені басқа сыныпқа ауысу үшін емтихандарды қайта тапсыруға сонша талпыныс беріледі. Өмірде бәрі мүлдем басқаша. 9 ереже: өмір семестрлерге бөлінбейді. Сізде жазғы демалыс болмайды және жұмыс беруші сізге өзіңізді табуға көмектеспейді. Бос уақытыңызда мұны өзіңіз жасауға тура келеді. 10 ереже: теледидардан шынайы өмір көрсетілмейді. Шынайы өмірде сіз күні бойы кафеде отыра алмайсыз және достарыңызбен сөйлесе алмайсыз. 11 ереже: нарыздарға мейірімді болыңыз. Олардың бірі оқуды бітіргеннен кейін сіздің бастығыңыз болуы мүмкін.